Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін медовик тортын жасаймыз. Ол үшін ең алдымен 100 грамм балымызды пешке қойып, газға қойып, қыздырып аламыз. Балды газға қойдық. Енді ерітеміз, бірақ қайнатпаймыз. Бал еріді. Міне көпірши бастады. Енді оған аз сосын саламыз. 2 шай қасық, беті тегіс мынандай. Енді араластырамыз. Карамельный түс болу керек. Міне түсі қоңырқай болды. Енді газды өшіреміз. Енді міне кастрөлде су қайнап жатыр. Соған жаңағы балымызды қоямыз. Қоңырқай болған. Оған 100 грамм май саламыз, немесе маргарин. Араластыра отырып ерітеміз. Ыдысқа 1 стакан қант, 180 грамм және 3 жұмыртқаны саламыз. Енді миксермен 2 минут көпіршітеміз. Жұмыртқа мен қантты 2 минут көпіршіттік. Енді мына балымызға жұмыртқа мен қант араласқан массаны араластыра отыра құямыз. Отын астында қайтадан көтеріп қойдым, жоғары от қылып қойдым. Құйып отыра араластырамыз. Осы енді 3 минут араластырамыз. 3 минут өтті, енді плитадан аламыз. Міне қазір массамыз ыстық. Біртінде бұн қосамыз. 500 грамм. Еленген. Тесто біраз тұрса өзі қатаяды, қоюланады. Артық ұн салып керегі жоқ. Тестомыз қазір жабысқақ. Салқындады, суыды, міне ыстық емес. Сонымен тестомыз дайын. Жұмсақ. Салмағы 1 килограмм. Енді бұл қамырымызды, тестомызды 10 бөлікке бөлемін. Где-то әрқайсысы 100 граммнан болады сонда. Мынандай қағаздар дайындап алдық. Оған аздап ұн себеміз. Тестомызды осы қағаздың үстіне жаямыз. Айтпақшы, духовканы 200 градусқа қыздырып қоямыз. Шелпегімізді вилкамен пісеміз. 10 бөлікке бөлу ол маңызды емес, 8 бөлікке де бөлуге болады. Егіз 1 килограмм тестоны 8 бөлікке бөледі. 8 корж жасайды. 200 градуста қызып тұрған духовкада 3-5 минут пісірамыз. Коржымыз мынандай жұп-жұқа болып шықты. Егер де қағазда жаю оңай болмаса, онда мынандай ағаштың үстінде де жаюға болады. Маған өзіме осындай ағаштың үстінде жайған көбінесе ұнайды. Бұлай міне ағаштың үстінде де жайып, осылай көшіре салуға болады. Вот наш корж готовый. Теперь будем готовить крем.
Черносливді бірінші жақсылап алып жуамын. Менде 120 грамм. 2 есе көп қылып алсаңыздар жақсы болады. Черносливті жуып алған соң үстіне су қойдым, кәдімгі салқын су. Енді газға қоямын. Бидайға қойдым, бетін жаптай жабам. Енді қайнатам. Черносливіміз қайнағаннан кейін 15 минут ақырындатылған отта пісірдім. Ыстық болғандықтан біраз суытамын. Черносливім салқындады, енді сүйегін алып тастаймыз. Оп-оңай сүйегі алынады. Теперь приготовлю сметанный крем. Жаңа бәрін орысша түсіріп қойдым. Міне мынандай 2 сметана салдым. 30%, жоқ болса 20%-ін алыңыз. Качественный Простоквашино, Президент сияқты тағы да басқа қандай маркаларын білесіз, соларды алуға болады. Және оған 120 грамм қант салдым. Миксермен взбивать етем. Можно венчиком араластыруға, немесе осылай жай ғана лопатамен араластырып қойсаңыз, біраздан кейін қант өзі ериді. Сол кезде де кремді пайдалануға болады. Жалпы бұл крем украшать ету үшін емес, тортты пропитывать ету үшін арналған. Сондықтан миксермен оны көпіртудің қажеті жоқ. Миксеріміз жоқ болса. Сонымен міне креміміз дайын. Сондай сұйықта қоюда болмау керек. Қанты аз болса, тағы да қосымша салыңызға болады. Мен 120 грамм салдым, 8 грамм сметанаға. Міне менде үйде мынандай грецкий орех бар, 60 грамм. Бар болса, 2 есе қылып алғаның жөн болады, көбірек болса жақсы. Енді оны газда аздап қуырып алам. Қабыршықтар болса тазалап алыңыз. Орехті жаңа отта біраз қуырып алдым. Енді ұнтақтап тураймын. Орехіңіз көп болса, мынандайды былай безендіруге де бүйтіп бөлек алып қалуға болады. Немесе блендерді ұнтақтауға болады. Черносливті де ұнтақтап тураймыз. Мен черносливті турап болдық. Оны пісірар кезде бір шай қасық қант салғам. Сонымен торт жасауға корждарымыз дайын, креміміз дайын, орех және чернослив. Ендеше тортымызды безендіруге болады. Астына коржымызды саламыз. Оған 1-2 қасық сметана саламыз да жағамыз. Қозғала бермесін десеңіз, түбіне кішкене сметана жағып қойыңыз. Сонда қозғалмайды. Чернослив себеміз. Алмастырып орналастырыңыз. Тортыңыз түзу шығу үшін оған аздап кішкене орехімізден себеміз.
қиықтарымызды оқтаумен немесе блендермен ұнтақтаймыз. Сонымен міне тортымыз дайын, медовик. Сметананы көбірек алсаңыз да болады. Одан басқа тағы айта кететінім, сметананы жағып болғаннан кейін кішкене бөлме температурасында солай қалдырдым. Сметана сіңгеннен кейін, қоршарымыз жұмсарғаннан кейін үстінен кішкене бастым, тегістедім. Жан жақтарын бәрін тегіс қылдым. Содан кейін барып қана крошкасын септім үстіне. Сонда біркелкі мынандай тегіс болып шығады. Енді осы тортымызды бөлме температурасында 1-5 сағатқа дейін қалдырамыз. Одан кейін холодильникке қоюға болады. Столға қоярдың алдын ала холодильниктен шығарып қоямыз. Қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналыма жазылыңыздар.